Сәлем, достар. Сағыз шайнау көп адамдардың күнделікті әдетіне айналған нәрсе. Ол ауызды сергітіп, тынысыңды тазартқандай әсер береді. Бірақ сағыздың пайдалы тұстарынан бөлек, оның денсаулыққа тигізетін зиянын да білу маңызды. Бүгінгі видеода біз көп сағыз шайнаудың денсаулыққа әсері мен оның құрамындағы зиянды заттар туралы айтып береміз. Бір көп сағыз шайнаудың денсаулыққа әсері. Сағызды тым көп шайнау жақтың бұлшықеттеріне артық салмақ түсіреді. Бұл жақ бұлшықеттерінің шаршауына және кейде ауруына алып келеді. Сағыз шайнағанда асқазан қышқылы бөлінеді, бірақ ас қорыту процесі іске қосылмайды. Бұл қышқыл гастрит немесе асқазан жарасын тудыруы мүмкін. Кейбір зерттеулер бойынша сағызды жиі шайнау ас қорыту жүйесіне теріс әсер етеді және ішек мәселелеріне себеп болуы мүмкін. Екі сағыздың құрамындағы зиянды заттар. Сағыздың негізгі құрамына назар аударайық. Аспартам – бұл жасанды тәттілендіргіш. Оның көп мөлшерде қолданылуы бас ауруы, көңіл күйдің өзгеруі және жүйке жүйесіне кері әсер етуі мүмкін. Бутилгидроксеталуол – бұл зат кейбір сағыз түрлерінің құрамында кездеседі. БАД денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін, әсіресе ұзақ мерзімде қолданғанда. Синтетикалық хош иістендіргіштер, олар аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін. Полисахаридтер сағыздың жабысқақтық қасиетін арттырады, бірақ олар ас қорытуға қиындық тудыруы ықтимал. Қалай қауіпсіздік шараларын ұстануға болады? Сағызды күнделікті қолдануды шектеңіз. Қантсыз және табиғи ингредиенттерден жасалған сағыздарды таңдаңыз. Сағыз шайнау уақытын қысқартыңыз. Қорытынды. Сағызды шамадан тыс қолдану денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Барлық нәрсенің өлшемі болуы маңызды екенін ұмытпаңыз. Егер сізге бұл видео пайдалы болса, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз. Ал егер сағыз туралы басқа да сұрақтарыңыз болса, пікірлерге жазыңыз. Көріскенше.